Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қатпарлы қаттама жасайтын боламыз. Өте әдемі қатпарлы болып шығады. Маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды електен өткізе отырып, барлық ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Рецепт мынаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл әрі оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қатты жұмсақ болмайды, орташа тығыздықта болады. Енді демалдырып 10 минутқа қойып қоямыз. Он минут өтті. Қамырымызды, біржола қамырымызды 4 бөлікке бөліп, осы біржола қамырдан 4 қаттама шығады. Осылайша 4 бөлікке бөліп, тағы демалдырып, тағы 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Қамыр қаншалықты демалса, ол тез әрі жеңіл жайылатын болады. Мінекей 10 минут уақытымыз өтті. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Аздап ұн сеуіп, қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Қамырымызды жайдық. Бір қамырымызды бөлек алып қоямыз. Кейіннен екінші қамырымызды жайып, солай барлық қамырымызды жайып алатын боламыз. Мінекей, бөлек алып, екінші қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Келесі кезекте арасына жағатын майымызды ертеміз. Менде үш майдан жасалған тоң май және де ақ май қосылып араластырылған. Жайған 4 жуала қамырымызды да бір-бірінің үстіне қойып, арасына май жағатын боламыз. Кейіннен осылайша жіңішке етіп кесіп, дөңгелектеп орайтын боламыз. Алдымен 4 дөңгелек жасап аламыз. Кейіннен кезек-кезек жаңағы дөңгелектерімізді орап, қаттама жасайтын боламыз. Менде 4 жуала арасына май жаққан видео түспей қалыпты. Үст-үстіне қойып, арасына май жағып жасайтын боласыздар. Барлығын осылай дөңгелек етеміз. Сонда қатпарлы әдемі болып шығады.
Барлығын кезек-кезек орап болдық. Мінекей осылайша дөңгелек етіп тарелкамызға салып холодильникке 20 минутқа қоятын боламыз. 20 минут уақытымыз өтті. Ендігі кезекте осылайша оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп қаттаманың формасына келтіреміз. Барлығын бір жайып алып, демалдырып қоямыз. Қамырды жайып болғанша табамызға май құйып қыздырамыз. Көп майдың қажеті жоқ, аз да болмау керек. Орташа май құйып, қызған майға қаттамамызды екі бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Қаттамамыз қызарып пісті. Осылай кезек-кезек барлығын пісіріп аламыз. Ыстықтай жанұямызға береміз. Өте дәмді қаттама шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аязжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры езілмейтін өте дәмді түшпәралар жасайтын боламыз. Яғни пельмен жасаймыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен ұнымызға жұмыртқамызды және де жылы суымызды қосып, тұзымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қаттылау шығады. Тығыздығы қатты қамырды салафанға салып, демалдырып қоямыз. Кезекте салмасын дайындаймыз. Алдын ала туралған пиязымызға фаршымызды салып, тұз, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластыратын боламыз. Иленген қамырымызды тағы да июын қандырып, қайтадан салафанымызға саламыз. Июі қанған қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыз қатты болып иленгендіктен көп ұн сеппейміз. Қамырдың өзін жақсылап бір келкі етіп жаятын боламыз. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.
дөңгелек біркелкі етіп жайылған қамырымызды енді пельменнің формасына келтіріп кесетін боламыз. Төрт-бес қабаттан кішкене етіп кесеміз. Көп қабат қамыр алатын болсақ, жабысып қалуы мүмкін қамырларымыз. Мінекей қамырымыздың қалыңдығы осындай болды. Қатты қалың емес болады. Енді фарш салмамызды салып, пельмендерімізді түйетін боламыз. Пельмендерімізді түйіп болдым. Енді мен морозильникке тоңазытқышқа қатырып қоямын. Сорпамды әзірлегенше тоңазытқышта қатып тұратын болады. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, алдын ала туралған пиязымызды салып қуыратын боламыз. Пиязымыз сарғайып бастаған кезінде етімізді салып, етіміз қызарғанша жақсылап қуырамыз. Ет қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады, бірақ етпен өте дәмдірек шығады. Алдын ала туралған картобымызды салып, дәміне қарай тұз және де томатымызды салып, жақсылап қуырып, суын құйып, қайнататын боламыз. Сорпамыз бір 40-45 минуттай қайнайды. 40-45 минуттай етіміз піскеннен соң пельмендерімізді салып, тағы бір 20 минуттай қайнататын боламыз. Фаршымыз, пельменнің ішіндегі фаршымыз жақсы пісуі қажет. Бір қатты қайнағаннан соң орта отта 15-20 минут қайнатамыз. Мінекей пельмендеріміз езілмей, өте әдемі шықты. Енді кесеге құйып, ұсына беруімізге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңғақ қосылған печенье жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар.
Алдымен електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап ұнмен араластырып аламыз. Екеуі жақсылап біркелкі араласуы қажет. Қант саламыз. Разрыхитель салып, жақсылап араластырып, %20% дүкеннің қаймағын салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Бір жұмыртқа саламыз, бөлме температурасындағы және де жұмсақ етіп қамыр илейміз. Енді тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Кейіннен езілген майда грек жаңғағын, бір жұмыртқаның ақуызын саламыз. Кейін қант салып, жақсылап араластырамыз. Бұл салмасына әзірлегеніміз грек жаңғағын блендердің көмегімен немесе оқтаумен майдаласаңыздар болады. Осылайша салмасын дайындап, қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Осы қамырдан 23-25 печенье шығатын болады. Қанша мөлшер екенін описание бөлімінен қарасаңыздар болады. Және де оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жаятын боламыз қамырымызды. Қамырымыз жабыспайды, ұн себудің қажеті жоқ. Осылайша өзін жайсаңыздар болады. Жайған қамырымызға начинка салмамыздың жарты бөлігін біркелкі етіп, жайластырып жағатын боламыз. Қамырымызды ораймыз. Үстінен сәл ғана басып, кесіп шығатын боламыз. Бірінші жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Немесе кесіп болғаннан кейін жақсаңыздар да болады. Осылайша 3 бұрышты көлемде немесе қиғашынан өз қалауларыңызша кессеңіздер болады. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Алдағы уақытта оңай жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіріп алатын боламыз. Пергамент төсілген противенімізге салып, барлығын жақсылап орналастырып шығамыз. Кейбір жерлеріне жұмыртқаның сарысын жағып жіберсеңіздер. Мінекей, печеньеміз дайын болды, өте дәмді, жұмсақ шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Қайырлы күн достар, сіздермен Аязжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір қамырдан 2 пирог әзірлейтін боламыз. Карамельный және творожный. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен қамырымызды әзірлейміз. Електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды араластырып, крошке жасайтын боламыз. Жақсылап ұн мен сары май біркелкі болып араласуы қажет. Егер де мұздай болса,
үккіштің көмегімен үккіштен өткізіп жасасаңыздар да болады. Қантымызды араластырамыз. Қопсытқышымызды салып, және де жұмыртқамызды салып, песочный қамырымызды әзірлейтін боламыз. Заттардың мөлшерін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Енді тоңазытқышқа бір жарты сағатқа салып қоямыз. Осы уақытта біз салмасын әзірлейтін боламыз. Алдымен творожный пирогтың салмасын әзірлейміз. Сүзбемізге қаймағымызды саламыз, және де 2 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Кукурузды крахмал салсаңыз да, салмасаңыз да болады, және де 1 жұмыртқа салып, блендерден өткізетін боламыз. Қант саламыз. Блендерден өткізіп, салмамызды әзірлеп қоямыз. Енді осы уақытта песочный қамырымыз мұздады. 24 сантиметрлі, диаметрі 24 сантиметрлік формамызға қамырымызды орналастыратын боламыз. Егерде менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецептермен бөлісіп отырамын. Мінекей қамырымызды біркелкі етіп орналастырып, кейіннен вилканың көмегімен осылайша басып шығамыз. Қамырымыз қатты көтеріліп кетпес үшін. Творожный массамызды құйып, осы уақытта духовкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Шеттері қызарып бастағанда аламыз, және де суға 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Келесі кезекте екінші қамырымыздан карамельный пирогымызды жасаймыз. Барлығын біркелкі етіп, қамырымызды орналастырамыз. Енді карамельді массамызды дайындаймыз. Оған бізге қаймақ қажет болады. Және де вареная сгущенка. Вареная сгущенканың міндетті түрде қою түрін алыңыздар. Сұйық түрі дұрыс болмай қалуы мүмкін. Және де жұмыртқа саламыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырып. Кукурузды крахмал саламыз. Крахмал міндетті емес.
тестамызға құйып орналастыратын боламыз. Бұл кезде де духовкамызды 180 градуста 35-30 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей пирогтарымыз дайын. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ булочки пісіретін боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жібермей алмаңыздар. Алдымен опора дайындаймыз. Жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып, ванильді сахар және де қант саламыз. Мен 3 ас қасық салдым. Тәттірек қаласаңыздар, тағы қоссаңыздар болады. Және де құрғақ ашытқымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып, бетін жауып, 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Мінекей опорамыз дайын болды. 20 минут уақыт өтті. Енді сұйық майымызды, тұзымызды, алдын ала бөлме температурасындағы жұмыртқамызды және де електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Жұмсақ қамыр болып шығады. Сәл қолымызға жабысуы мүмкін. Еш нәрсе қылмайды. Жұмсақ консистенциядағы қамыр илейтін боламыз. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Қамырымызды ашытуға. Қамырымыз 40 минут 1 сағатта ашыды. Осындай жұмсақ қамыр, қолға жабыспайтын қамыр пайда болды. Енді барлығын біркелкі бірдей етіп бөліктерге бөлетін боламыз. Мінекей осылайша бөліктерге бөлдік. Енді формаға келтіреміз. Әртүрлі формаға келтірсеңіздер болады. Мен осылайша ұзыннан дөңгелетіп формаға келтірдім. Барлығын формаға келтірдік. Енді бетін жауып, көтерілуге 30-40 минутқа қойып қоятын боламыз. Сонда қамырымыз жақсы көтеріліп, әдемі пісетін болады. 30 минут уақытымыз өтті. Енді булочкаларымызға жұмыртқаның сарысын жағып, духовкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Мінекей тәтті булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен жылқы етінен дәмді жұмсақ қуырдақ жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Алдымен қазанымызға сұйық майымызды құйып,
аздап қыздырып алатын боламыз. Кейін тұздалған етімізді саламыз. Алдын ала аздап тұздап алдым бұл етті. Және де аздап араластырып қуырып бастаймыз. Отымыз орташа баяу отта қуырамыз. Егер де қатты отта қуыратын болсақ, етіміз қатты болып, дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сол үшін орта отта қуырып бастаймыз. Мінекей етіміз қызарып, 1 сағаттай уақыт өтті. Алдын ала тазартылып, туралған картоп пен бауырды салып, қозғамай бетін жауып қоямыз. Өзінің буымен шамамен жарты сағаттай уақыт тұрды. Кейін араластырып, тағы бір 20 минутқа қоямыз. Бауырды картоптан кейін салу себебі етпен бірге қуырса, бауыр қатты болып пісіп қалады. Сол себепті картоппен бірге салсаңыздар, бауыр жұмсақ болып, әдемі болып пісетін болады. Енді бір тағы 20 минут қоямыз. Мінекей қуырдағымыз дайын болды. Өте дәмді шықты. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Мінекей жұмсақ өте дәмді қуырдағымыз шықты. Ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен қамыры езілмейтін, өте әдемі жұмсақ манты жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. 1 жұмыртқа салып, араластырып, алдын ала өлшенген, електен өткізілген ұнымызды салып, қаттылау етіп, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан соң столдың бетіне қойып, тағы да жақсылап еуін қандырып илейміз. Кейіннен салафанға салып 20 минутқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалғанша
салмамызды дайындайтын боламыз. Алдын ала тазартылған пиязымызды майдалап, жіңішке етіп турайтын боламыз. Пиязыңыздың көлемі мен салмағы мен фаршыңыздың салмағы бірдей болса, яғни пияз көбірек қоссаңыз, мантыңызда дәмдірек шығатын болады және де сочный болып шығады. Және де мен картоп қостым. Картопты өз қалауыңызша қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады. Картопымызды да майдалап турайтын боламыз. Рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Картопымызды турап алдық. Енді фаршымызды салып, араластыратын боламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымызды тағы да бір рет илеп, тағы салафанға салып қоямыз. Кейіннен қамырымызды осылай дөңгелек етіп жаямыз. Мейлінше жұқа етіп жайғандарыңыз жөн. Осы бір зуала қамырдан 2,5 лист манты шықты. Енді мантымыздың қамырын кесетін боламыз. Осылайша орташа көлемде 4 бұрышты формада қамырымызды кесіп аламыз. Листтарымызға сұйық май жағамыз, мантыларымыз жабысып қалмас үшін. Және де қамырымызға дайын болған салмамызды салып, әдемілеп түйетін боламыз. Түйілген қамырларымызды листімізге орналастырамыз. Қатты бір-біріне жабыстырмай, араларын ашып,
ашыңқырап орналастырамыз. Қырық 50 минутта қайнап тұрған суда пісіріп алатын боламыз. Мінекей мантымыз дайын болды. Енді тарелкаға салып ұсына береміз. Қамыры езілмей, жабыспай әдемі шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді асқабақтан десерт жасайтын боламыз. Рецепті соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Балаларға өте қатты ұнайды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге асқабақ қажет. Тазалап жуылған асқабағымызды бөліктерге бөліп, 180 градуста 20-25 минут пеште, духовкада шала пісіріп алатын боламыз. Алдымен бөліктерге бөліп, ортасын тазалап аламыз. Духовкаға 20 минутқа жіберіп, енді творожный массамызды дайындаймыз. Бізге сүзбе керек. Қаймақ немесе йогурт қолдансаңыздар болады. Қантымызды, жұмыртқамызды, кейіннен 4 ас қасық ұнымызды салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп майдалайтын боламыз. Творожный массамыз дайын болды. Бір бөлек қойып, енді 20 минут піскен асқабағымыздың сыртын сәл тазалап, блендерге салып, енді асқабақты массамызды дайындаймыз. Жұмыртқа, 2 жұмыртқа, кейін қант, жақсылап блендерден өткіземіз. Ұнымызды салып, блендерден өткізіп дайындайтын боламыз. Енді табамыздың астына азырақ май жағып, массаларымызды кезек-кезек құйып дайындаймыз. Бір қасық сүзбелі массамыздан екінші асқабақты массамызды құйып, десерт дайындайтын боламыз. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Алдағы уақытта қызықты, жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Барлығын кезек-кезек құйып дайындадық. Және де 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Енді толықтай суығаннан кейін кесетін боламыз. Менде толықтай суыды. Енді кесіп ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді шықты. Мен балаларым асқабақ мүлде жемейтін еді. Бұл десертті қалдырмай тауысып қойды десем де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.
Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен іш майды шыжғыратын боламыз. Алдымен тазалап жуылған іш майымызды осылайша майдалап, турап кесетін боламыз. Бұл іш майды шыжғырып, тоң майын самсаға, қаттамаға пайдаланса болады. Бауырсақ пісіргенге майға қосып, араластырып пайдаланса болады. Майдалап туралған іш майларымызды осылай қазанға немесе табаға шыжғырып аламыз. Іш майдың арасында бездер, еттер болуы мүмкін. Соның барлығын жақсылап қарап, міндетті түрде тазалап аламыз. Мендегі бұл қойдың іш майы және сиырдың іш майын шыжғырып, самсаға, қаттамаға қолдансаңыздар болады. Егерде видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отырамын. Мінекей осылайша барлығын турап болдық. Енді газдың астын қосып ерітіп бастаймыз. Іш майдың артық иісі болмас үшін осылайша чеснокты 4 бөлікке бөліп немесе майдалап турап іш майға қосып жіберсеңіздер, артық иіс шықпайтын болады. Негізі мен қатты майдалап жібердім. 4 бөлікке бөліп қоссаңыздар жақсы болады. Бастапқыда осылай іш майымыз көпіршіп, қызып бастайды. Бір қаттыдан кейін газдың астын орта отқа қойып қыздырып аламыз. Мінекей сарғайып бастады. Енді іш майымызды сүзіп, майымызды бөлек ыдысқа құйып алатын боламыз. Шұжықтарымызды шұжық нан жасап, пиязбен қосып, шұжық нан жасап, балаларға жасап берсеңіздер болады. Қазіргі таңда сұйық майларды ағзаға зиян деп жатыр. Осылайша іш майды жасап пайдалануға кеңес беремін. Алдағы уақытта шұжық нанды жасап көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мінекей алдында жасап қойған майым, мен бұны самсаға, жаңағы айтып өткенімде қаттамаға пайдаланамын. Осылайша құйып, кастрөлге қойып қоямын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балықты қызартып, жұмсақ қуырудың құпиясымен бөлісетін боламын. Алдымен тазаланған балығымызды кесіп алатын боламыз. Өзімізге қорғанға ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Алдын ала қабыршақтары сыртындағы ішек қарны тазаланған болатын. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Барлығын бөліп, таза суға жуып алып келдік. Енді тұз салып, азғана тұз салып, жақсылап араластырып, бетін салафанмен 30 минутқа жауып қоятын боламыз, тұзы жақсы сіңуі үшін. Енді балығымызды қуыратын клярын дайындаймыз. Бұламық десек те болады. Суға жұмыртқаны салып,
Onu салып, жақсылап араластырамыз. Мөлшерін описание бөлімінен көре аласыздар. Жақсылап араластырып, бір келке етіп вилканың көмегімен араластырамыз. Қызып тұрған майымызға, бұламығымызға балығымызды батырып алып, қуырып алатын боламыз. Орташа отта екі жағын қызартып, жақсылап қуырып аламыз. Осылайша барлығын қуырып аламыз. Мінекей қып-қызыл, жұмсақ, дәмді балығымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен песочный тестодан самса жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жібермей алмаңыздар. Оразаның бірінші күніне тіске басар ретінде дайындасаңыздар болады. Сочный, әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен електен өткізілген ұнымызға тоңазытқыштан алынған сары майымызды үккіштің көмегімен өткізетін боламыз. Өткізіп, жақсылап ұнмен араластырамыз. Бір шай қасық тұз қосып араластырып, 3 үлкен ас қасықпен қаймақ саламыз, және де 2 жұмыртқа салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Неке қамырымыз, жұмсақ қамырымыз дайын. Енді тоңазытқышқа бір 15-20 минутқа салып қойыңыздар. Сонда жаюға жақсы ыңғайлы болады. Ендігі кезекте начинкасын дайындаймыз. Мен туралған етті тураған болатынмын. Фарш болса, фарш қоссаңыздар болады. Немесе тауықтың етінен жасасаңыздар болады. Және де пиязды майдалап, жақсылап турайтын боламыз. Картопымызды да майдалап тураймыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Пиязын көбірек қоссаңыздар, сочный әдемі, дәмді шығатын болады.
Егер де менің видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан аздап ұн сеуіп аламыз және де бөліктерге бөлеміз. Осы қамырдан менде орташа көлемде 20 штук. Үлкенірек болды, негізі 20 штук шықты. Негізі 20-25 штук самса шығарсаңыздар болады. Барлығын бөліктерімізді бөліп алдық. Енді жаюға ыңғайлы етіп, дөңгелек етіп аламыз. Кейіннен кукурузный крахмалдың көмегімен қамырымызды жаямыз. Мінекей қамырларымызды жайып алдық. Енді салмамызды салып, самсамызды түйетін боламыз. Екі шетін біріктіріп, бір шетін шығарып, әдемілеп ұйғырский самса секілді түйеміз. Менде онша шықпады, бірінші рет жасап тұрғандықтан. Егер де сіздер әдемілеп түйе алсаңыздар, әдемілеп түйіп жасасаңыздар болады. Самса өте дәмді шықты. Егер де бүгінге үлгермесеңіздер, оразаның ертең екінші күніне жасап, үйдегі кісілерді қуансаңыздар болады. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Түйілген самсаларымызды пергамент қағазы төселген табамызға салып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пешіңізге байланысты. Міндетті түрде бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызша күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мінекей самсамыз пісіп шықты. Өте дәмді, жұмсақ, ауызда еритін самсамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға. Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан. Бүгін сіздермен майсөк жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Өте жұмсақ әрі дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен бізге тары қажет болады. Осындай кішкене кесемен әзірледім. Күнделікті жегенге аз жасап қойсаңыздар болады. Тарымызды тазалап, бірінші жуып аламыз. Шаңы кетуі үшін 3-4 мәрте жуамыз. Кейіннен тарымыздың үстіне қайнаған су құйып, тағы бір шайып аламыз. Сосын
тарымызға қайнаған суды құйып, беттің қақпағын жауып, 20 минутқа бұқтырып қоятын боламыз. Кейбір кісілер сүтпен жасап жатады, мен қайнаған суға бұқтырдым. 20 минут уақытымыз өтті, тарымызды құрғақ сүлгіге кептіретін боламыз. Суы сырғуы үшін сүлгіге жұқа етіп жаямыз. Осылай бір 5-10 минут суы кебуі қажет. «5-10 минут уақытымыз өтті. Енді таза сүлгімізден ыдысымызға тарымызды салатын боламыз. Және де бізге бөлме температурасындағы сары май қажет. Мен 82,5% сары майды қолдандым. Міне сүлгіміз су болып шықты. Қантты қалауыңызша саламыз. Мен 3 қасық салдым. 2 қасық немесе 4 қасық салсаңыздар болады. Бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап, қолымызбен араластыратын боламыз. Тарымыз бір келкі майға араласуы қажет. Осылайша жасап, алдағы оразада үйдегі адамдарға жасап берсеңіздер болады. Және де жасалған тарыны тоңазытқышта сақтамаңыздар, бөлме температурасында шкафта сақтасаңыздар болады. Дайын болған тарымызды кесеге салып, формаға келтіріп, әдемі етіп ұсынсаңыздар болады.